Сәлем жас физик, бүгін біз ұбт 2022-нің хит болған тақырыбы толқындар тақырыбын есеп шығаратын боламыз. Оның ішінде мынандай сұрақ екен. Егер нысанның шағылған радиолокатор антеннасына 200 микросекундтан соң қайтып оралса, нысан мен антенна арасында қашықтық дейді. Яғни нысанға барды және қайтып келді. Бұл анау жаңғырық сияқты болып тұр ғой. Негізінде бұның формулаларын байқасаңдар, онда L тең VT бөлінген 2 деген формуланы пайдаланатындығы көресің. Бірақ неге олай деген сұрақ туындайтын болса, мәселе мына. Айталық, біз бір сигнал жіберетін болсақ, және ол қандайда бір нысанға дейінгі арақашықты анықтау керек болса, бұл нысанға сигналын жіберіледі, және ол қайта шағылады. Сонда бұның жүрген жолы негізінде ол 2L-ға тең болады. Яғни L барады, L қайтып келеді. Ал S тең V көбейтілгенді, яғни белгілі бір ортада сигнал бірдей жылдамдықпен таралатындығын ескеретін болсақ, онда сонда теңдіктің мына оң жақтан теңестірсек 2L тең болады V көбейтілгенді. Осы жерден біз L-ді табатын болсақ, VT бөлінген 2 екен. Бұл ана жерде бөлінген 2 осы себептен тұрады екен. Енді арақашықты тауып жүрейік. Сигнал бізде 3 көбейтілген оның 8 дәрежесіне жарық жылдамдығымен таралады деп айтып отырған екен. Біздің уақытымыз 200 және микросекунд дегеніміз, жалпы микро дегеніміз ол оның минус 6 дәрежесі деген сан. Орнына қоятын болсақ, бөлеміз тағы 2-ге. Мыналар қысқарып тұр, сонда жерде 100 шығады. 100 бар, мұнда оның минус 6, минус 4 болады. Демек бізде 3 көбейту оның 4 дәрежесіндегі метр. Бұл жерде дұрыс жауапқа сәйкес келетін тек қана Б жауабын ғана көріп тұрмыз. Неге олай? Өйткені 30 көбейтілген оның 3 дәрежесіндегі метр. Білесіңдер, 5К деген ән бар еді ғой. 5К дегеніміз ол 5000 деген мағына береді. Яғни 30К дегеніміз сонда 30.000, 30 километр осыдан шығады екен. Талдау ұнаған болса, міндетті түрде достарыңмен бөліс және лайк бас, және келесі талдауларды ұзақ күттірмей шығаруға тырысатын боламын.